Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім? Сіздермен көптен видео салмадым. Бүгін жаз кезінде жасалатын қысқаға арналған осындай керемет салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Өте тез желініп қояды, өте дәмді болып шығады. Бір жегенде жей бергің келетін, жаздың дәмін беретін керемет салат сіздер жасап көріңіз. Ең алдымен сәбізді және пиязды, одан кейін тәтті бұрыштың біреуін алып қалыңыз. Осы үшеуін біз ұзыншалап турайтын боламыз. Және оларды майда қуыратын боламыз. Ал енді қалған бұрыш пен қызанақты ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Міне сәбізді осылай ұзыншалап, өзіңізге ыңғайлы етіп, жіңішкелеп турап алсаңыз болады. Пиязды да ортасынан бөліп, одан кейін жартылай дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Ол да жіңішке түрде туралса болғаны, өзіңізге ыңғайлап турай берсеңіз болады. Енді қызанақпен қалған тәтті бұрыштарымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіз. Өте тойымды, қыстың кезінде нанмен қосып жеген кезде өте тәбеті ашатын дәмді салат болып шығады. Дастарханға қойсаңыз да ұялмай қоясыз. Дәмі ерекше болып шығады. Балалардың өзі нанмен қосып жеп қоятын болады. Құрамында көріп тұрғаныңыздай өте қарапайым, қолжетімді заттардан жасалады. Қызанақ жаздың кезінде, сәбіз, одан кейін тәтті бұрыш және пияз. Енді табаға осылай бір стакан, яғни 150 мл-дей сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Оның үстінен пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымыз жұмсарғанға дейін қақпағын жауып қойып қуыра беріңіз. Одан кейін сәл жұмсарып дайын болған кезде оның үстінен жаңағы бір бұрышымызды, тәтті бұрышымызды, одан кейін сәбізді салып, сәбіз бен пияз жұмсарғанға дейін қақпағын жауып, бұқтырып қайнатып алыңыз. Ыдыс кішкентай деп ойламаңыз. Міне пиязы, жаңағы сәбізі пісіңкіреп жұмсарған кезде көлемін кішірейтіп, яғни азаятын болады. Мен описанияға барлығын мөлшерін жазып қалдырам. Мысалға 3 килограммдық сәбіз болатын, 3 килограммдық қызанақ болатын болса, оған 1 килограмм сәбіз, 1 килограмм пияз салынады. Және 250 мл сұйық май құйылады. Енді тұзын, бұрышын барлығын жаңа қызанағымызды құйғаннан кейін барып салатын боламыз. Осылай қақпағын жауып 15-20 минутқа қойып қойыңыз. Міне қараңыз, мен үлкен ыдысқа осылай салып алдым. Өте жұмсақ болып пісіп алды сәбіз бен пиязы. Міне сөлі бөлініп жақсы болып пісті. Енді осының үстінен сарымсағымызды 4-5 сарымсақ болса тістесі, соның өзі жетеді. Оны үстінен салып, одан кейін қызанағымызды, бұрышымызды өткізген, яғни сұйықтықты осының үстінен құятын боласыз. Жақсылап араластырып, одан кейін отын басын қырап қойып 15 минуттай қайнатып аламыз. Бір қайнатып алыңыз да, одан кейін отын басын қырап қойыңыз. Осы кезде күрішті суық суға малып қойсаңыз болады. Одан кейін салатын кезде міндетті түрде 3-4 қайтара күрішті араластыра отыра мұздай суда жуып алыңыз. Бір қатты қайнап шыққаннан кейін тұзын, қантын, одан кейін бұрышын барлығын салатын боламыз. Мен 3 қасық, яғни столовый ложка дейміз ғой, кәдімгі ас қасықпен 3 қасық тұз, 3 қасық қант салдым. Енді қара бұрышты сәл ғана салсаңыз болады, жарты қасықтай, немесе көз мөлшерімен салыңыз. Одан кейін міндетті түрде осы салаттың дәмін келтіретін паприка бұрышын үлкен деуетіп толтырыңқырап қасықпен салсаңыз болады, ас қасығымен яғни. Сол кезде қатты ащы да емес, тәтті де емес, өте керемет, қалай айтсам екен, кішкене ғана кислый дәмі бар, салат өте дәмді болып шығатын болады. Енді ары қарай отын басып қайнауға қойып қойыңыз. Міне қараңыз, қайнағаннан кейін осылай сөлі бөлініп, сұйықтығы шығып, осылай болып шығады. Осы кезде күрішін салсаңыз болады. Ешқандай артық судың қажеті жоқ, өз сөлінде күріш пісіп шығатын болады.
егер мүмкін болса, ыдысыңыздың өзіндік қақпағы болатын болса, қақпағын жабыңқырап қойсаңыз болады. Міндетті түрде отын баяу етіп қойып қойыңыз, яғни басыңқырап қойыңыз отын. Сәл ғана шығып тұрса жарайды. Басы анда-санда араластырып қарап қойыңыз, түбінің күйіп кетпегені соны қарап қойсаңыз болады. Баяу отта қойып, күріші піскенге дейін пісіріп алатын боламыз. Менде 20 минуттай уақыт кетті күріш пісуге. Сіз өзіңіздің күрішіңіздің түріне қарай міндетті түрде әлсін қарап тұрып жақсылап пісіріп алыңыз. Күріші қатты езіліп кетпеу керек, бірақ қатты емес, піскен формасын сақтап тұрған күйінде осы күйде отын өшірсеңіз болады. Піскеннен кейін отын айырмастан бұрын 5 минут бұрын 2 ас қасық уксус құямыз да, бір 4-5 минуттай ғана сәл қайнатып отын өшіре берсеңіз болады. Салатыңыз дайын. Енді банкілер кішкентай болғандықтан мен 500 грамдық, 700-750 грамдық банкілерге салдым. Ол банкілерді судың буында емес, кәдімгі духовканың, яғни пештің ішіне салып, банкілерімді солай зарарсыздандырып алдым. Міндетті түрде бұл процесс керек, өйткені банкі өте таза болу керек. Қақпақтарында барлығын салып, тазалап алсаңыз болады. Міндетті түрде жақсылап қайта-қайта суға жуғаннан кейін буда ұстап алыңыз. 10 минуттай ұстасаңыз жеткілікті. Одан кейін сол ыстық күйінде салаттарыңызды банкіңізге орналастырып салып алсаңыз болады. Мен әдейі видеоға көрсеттім. Осылай пеште салып, буында, яғни сулы банкілер ғой, жуылған, соны салып, осылай қайнатып алдым. Міне банкеге салынған түрі осындай. Қажетінше сұйықтығы да бар, қажетінше қоюлығы да бар. Өте тойымды, әдемі, тәбет ашатын салат шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасағаннан кейін жыл сайын жасауға асығатын боласыз. Видео ұнаса, пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыра кетіңіз.